Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге 2023 жыл жарық көрген «Ғажайыптар бөлмесі» атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. Луи дейтін жеткіншек сабақтан шығып, өзінен үлкен сыныптасына кеп соққы беріп төбелесіп қалады. Ал анасы жұмыста белгілі бір жетістікке жетіп, тексеруші боп істейтін. Сол кезде оған мектеп директоры хабарласады. Тельма тездетіп мектепке аттанып, ол сенен дәу ғой, неге төбелестің деп сұрап жатады. Бірақ баланың жүзі көңілді болады. Солай оны көрші бала Этьенмен үй жұмысын орында деп жіберіп, өзі ағылшыннан сабақ алып жүр, соған кетеді. Сабақтан оралып, үйіне келсе, әлгі көмектесетін баламен ойын ойнап отқанын түсінеді. Бірақ бала математиканы орындап қойдым дейді. Содан Луи дәптерге өзінің алға қойған арман мақсаттарын жазып жүреді. Жалғыз басты ана баласын жылдық ақшасын төлеп спортқа, яғни футболға берген екен. Бірақ Луи онша ұнатпайтын көрінеді. Оған қарағанда скейт тебуді жақсы көреді. Солай екеуі сөйлесе келе анасына жұмыстан қоңырау шалып қалады. Бала өзі кете береді. Анасы сөйлесіп жатқанда баланы көлік қағып кетеді. Оны көріп жан ұшыра баласына жүгіріп жақындайды. Ауруханада уайымдап отқан әйелге дәрігерге оның бас сүйегінің ішінде қанды ісік бар. Оны дәрі беріп жасанды комаға түсірдік. Ештеңе уәде бере алмаймын деп хабар жеткізеді. Баласына кеп оны құшақтап жанында отырғанда кешке қарай балаға жеке қарайтын күтуші екі дәрігер кіріп келеді. Уайымдамауға шақырып оны үйіне қайтарады. Содан көңілсіз болып үйіне оралады. Жұмысына барып кеп қайта ауруханада күтіп отқанда оның түрін көрген бір әйел кофе ұсынып танысады. 3 ай уақыт өтіп кетеді. Баласының бөлмесіне отырып, айналасына қарап, кейін орнына жатады. Жастықты құшақтап, оны иіскейді. Сол кезде жастық астынан дәптерін тауып, ашып қарайды. Әдемі салған суреттерін көріп, жымияды. Кейін жазып жүрген арман мақсаттарын оқиды. Мартинені ұру, Амарадан кешірім сұрау, әкемді тауып, бір рет болсын кездесу сынды ойларын оқып, ертесіне Амараны шақырады. Ол үй жұмысын әкеп береді. Содан анасы Мартино деген Луи ұрған балама деп сұрап, Мартиноның әрдайым оларға тиісетінін қыздан біледі. Кейін Луи сенен не үшін екенін білмеймін, кешірім сұрап жатыр деп жазып қалдырғанын жеткізеді. Осылай анасы оның арман мақсаттарын орындауға кіріседі. Луиге кеп оның дәптерін көргенін, істеген нәрселерін айтып жатқанда баланың көзінен жас ағады. Хабар жеткен дәрігер мониторды қарап, ешқандай өзгерістер жоқ дейді. Оған Амара жайлы айтқанда ол жылады десе, егер тағы сондай жағдай қайталанса, айтыңыз, томография жасаймыз деп кетеді. Сөйтіп анасы көз жасты белгі деп түсінеді. Өз анасына кеп болған жағдайды айтады. Қолданып жатқан ем шаралардың пайдасы тимегеннен кейін не істерін білмей амалы таусылған анасы баласының армандарын орындаса, ол сауығып кетеді деп ойлайды. Ал шешесі болса сандырақтап жатсың дегендей жұмыстарым бар деп кетіп қалады. Келесі арманы скейт тақтасында KJI дегеннің қолтаңбасын алу. Скейт тебетіндер жаққа жақындап, олардан Луиді танисыңдар ма деп өз баласын сұрайды. Отқандар танимыз деп оған баласының скейт тепкен видеосын көрсетеді. Көріп қуанады. Кейін KJI дегеннен қолтаңба алуды қалағанын айтып, ғаламтордан таппадым десе, ол суретші деп салған суреттерін көрсетіп, қазір Жапонияда әлемнен оқшауланған, ешкіммен араласпайды деп жеткізеді. Кітапшаны сұрап алады. Содан скейтті арқалап Жапонияға келгенін көреміз. Адамдардан кітапшаны көрсетіп сұрастыра бастайды. Ешкім тілін түсінбей білмейміз деп жауап береді. Жалғыз қалған ол аралап жүріп, ақыры KJI-дің офисін тауып келеді. Сондағы қыздарға неге келгенін түсіндіріп, олар қоңырау соғып бір жігітті шақырады. Келген кезде Тельма жігітке барынша айтып түсіндіріп, қолтаңбасын сұрағанда, ол кісі қолтаңба қоймайды дейді. Ол KJI еместігін түсінеміз. Сонда бізге өте маңызды, сондағысы 1-2 секунд уақыт алады ғой деп көндірмекші болғанымен, жігіт бәрібір ол кісі қоймайды деп күзетті шақыртады. Көшеден тағы да сұрастыра бастайды. Алайда ешкім білмейді. Сөйтіп баланың үстінен KJI-дің жазуын көріп, соларға қарай жүгіріп кеп, ағылшынша түсінесіңдер ма деп суретті көрсетіп сұрайды. Ол ана жаққа келу керек деп бірге аттанады. Жаңа кітапшасының тұсаукесері болайын деп жатыр екен. Жиналғандармен бірге күтіп, жаңа кітап тұсауы кесіледі. Бірақ автордың өзі жоқ болады. Кітапшаны тегін таратып жатқан адамдардан сұраса, ол әдеттегідей келмеді дейді. Сол кезде офистегі жігіт шығып бір-бірін көреді. Сонда жігіттің қолындағы бояуды байқайды. Ол сәл тұрып кетіп қалады.
Тельмаға кітапшаны орап сыйлап беріп, жігіттің артынан қалмай аңдуға кіріседі. Соңында үйіне қарай келеді. Сол кезде жігіт оны байқап қап, мені аңдыдыңыз ба дегенде, Тельма отыра қап, жалынып, қолыңыздағы бояуды көрдім. Кажи деген сіз деп қолтаңба қоюын сұрап, менің баламды құтқарып қалуыңыз мүмкін деп айтады. Сонда ол тұрғызып, сәл ойланып, әйелдің телефонын алады. Күте тұруын айтып, кіріп кетеді. Іштен бас киімді әкеліп, екеуі жолға шығады. Бір кафеге кеп, жайғасады. Сол жерде бір қыз оны көріп, бөлмеге кіріп кетеді. Шыққаннан кейін жігіт жақындап оған түсіндіргендей болып, Тельмадан кітапты сұрайды. Сонда ол скейтке деп тақтайды береді. Оны алып кетіп, қызға барғанда қолтаңбаны сол қыздың өзі қояды. Кажи деген қыз болып шығады. Қолтаңбасын көріп, алғысын айтып кетеді. Қыз болса сізді қасқыр қорғап жүрсін деп қоштасады. Қуанған анасы баласының қолын тигізіп, қолтаңбаны алғанын, Кажи қыз екенін айтып береді. Келесі арманы қорғалатын ғимаратқа қасқырдың суретін салу. Луидің достарын ертіп кеп, күзет кеткенін бақылап, тез қасқырдың суретін сала бастайды. Оны видеоға түсіріп тұрады. Күзет келе жатыр деп қаша жөнеледі. Бірақ қашамын деген Тельма ұсталып қалып, оны отырғызып, сұрақ жауап алуға кіріседі. Кейін Этьенді адвокатым деп шақыртады. Ол келгенде Тельмаға сурет салғанмен қоса сыбайластарын жасырған үшін 30 000 евро айыппұл мен 2 жыл түрме дейді. Сонда Этьен, күзеттеріңіз қайда қарады? Камерадан қалай өтті? Сот болсын, мен журналистерді шақырып, қорғалатын аймақтың қалай қорғалатынын жеткіземін дегенде комиссар өздері айыпты болып қалатын түсінген ол, жақсы деп 1500 евро айыппұл саламын деп келісіп кетеді. Осылай адвокат емес Этьеннің тапқырлығымен құтылады. Әңгімелесіп отырып, Этьеннің Тельмаға көзімен қарағаны басқаша екенін байқаймыз. Сөйтіп жігіт әйелге Луидің армандарын орындауға көмектесетін болды. Мэтью Смит атты Луидің әкесін іздестіре бастайды. Атын жазып, интернеттен қарап, Манчестер Юнайтед футбол клубына хабарласады. Ол сіздердің клубтарыңыздың фанаты болған. Онымен байланыс үзіліп кетті деп жатқанда, біз жеке хабарлама айта алмаймыз деп тұтқаны қоя салады. Кезінде оны жолықтырғанда оның әйелі болғаны, оны тастап кете алмаған екен. Кейін достары скейт тебуді үйретіп, таудан сырғанау арманын орындайды. Туған күнінде апасымен бірге үнділер сияқты түрлі түсті ұнтақтарды шашып, мейрам жасайды. Сол кезде телефон шырылдап, сенің нөміріңді клуб берді деп Мэтью хабарласады. Тельма, біз кездесуіміз керек, бұл өте маңызды деп жеткізеді. Сөйтсе Тельма 13 жылдан бері хабарласпаған екен. Эдинбургта 3 күн болам, сол жерде кездесейік деп келіседі. Дайындалып, анасы оған ақшасы бар картасын береді. Әуежайда отырып, киттермен жүзу деген арманды оқып, су жағасына кеп, сол жердегі әйелмен сөйлеседі. Суға шығу үшін лицензия керек, 3 күн күтеді екен. Бірақ оны күте алмаймын, маған жәрдем беріңіз деп өтінеді. Әйел жақсы, тырысып көреміз деп 1 сағаттан кейін жолғатын болып келіседі. Судың жағасына отырып демалады. Сонда Мэтьюға бармағаны белгілі болып, ол кейін түсіндірем деп жауап береді. Тельма Эдинбург емес, Португалияға келгенін білеміз. Сөйтіп әйел оған суға түсуді, сасқалақтап жатқан Тельмаға демалудың тәсілдерін үйретеді. Сонда үйретуші әйел бала анасының бақытты кезін әрдайым сезеді, себебі гендеріңіз ортақ дейді. Сөйтіп су ортасына әкеледі. Тельма демалып тұрып, көзін жұмып, артқа құлайды. Сонда Луи жымиғандай болады. Сәтті аяқталып, сусындарын ішіп, қуанып отырады. Еліне оралып, ауруханаға кеп, анасы Эдинбургке неге бармадың деп сұрақтың астына алады. Сонда ол Мэтьюға ешқашан баласы жайлы айтпағаны белгілі болып, анасымен сөзге кеп қалады. Оған айт, болмаса өмір бойы өкінетін боласың дейді. Есік терезелерді жауып, баласына китпен жүзген видеоларын көрсете бастайды. Көрсетіп болып, сыртқа шыққанда басындағы әйелдің қызы қайтыс болғанын біліп, көңіл айтады. Келесі арманы кепкен саңырауқұлақтарды жеп көреді. Ештеңе түсінбеген Тельма, әшейін саңырауқұлақ қой, қандай ерекшелігі бар деп жатқанда Этьеннің дауысы өзгеріп жіңішкереді. Оны жесе адамда галлюцинация пайда болып, басы айналады екен. Өзін скейт теуіп жүргенде елестетеді. Содан баланың қолы қимылдайды. Дәрігер әйелдің қасына кеп, ол жарты жылдан бері жатыр. Оның сезімталдығы азайды. Анализдері де қуантарлық емес дегенде, оны қинамайық, аппараттан өшіреміз ба, жоқ па деп ойлануын айтады. Көңілі түскен Тельма тұрып кетеді. Сөйтіп Луиге кеп, мені уайымдама, бәрі жақсы, егер қиналсаң кетуіңе болады деп қоштасып жатқандай боп көз жасы тамады.
ақыры Мэтьюмен жолығады. Кездесіп көргендеріне қуанып тік ұшаққа келеді. Ол бір аралда тұрады екен. Әдемі жерлермен ұшып өтіп, аралға жеткенде оларды екі қабат әйел күтіп алады. Бір-бірін таныстырып, үйлерінде тамақ ішпек болып әңгімелеседі. Балаларыңыз бар ма деп сұрастырады. Иә, 13 жаста дегенде Мэтьюдің түрі өзгеріп түсінгендей болады. Сол кезде қолымды жуып келейін деп сыртқа шығып кетіп, жағалауға кеп, ойланып тұрғанда қасқырды көріп қалып, жымиып көңілі көтеріледі. Мэтьюді бір рет көріп, қайыққа отырып, арғы бетке аттанады. Содан дәптерді алып, 10 жылдан кейін оқитын өз-өзіне жазған хат атты арманын оқып, Тельма өзіне хат жазады. Осы уақытқа дейін ол жұмысында бастығын сотқа беріп, жеңіп, аз ғана ақша алып, өз мейрамханасын ашқаны және ол жерде тағам тегін екені, Этьен екеуі бірге тұрып жатқаны, бір-бірін жақсы көретінін, енді еш нәрседен қорықпайтын, толыққанды өмір сүруді үйренгені жайлы жазып отырады. Сол кезде баласына күтуші әйел жүгіріп кіреді. Ауруханадан 12 рет қоңырау шалынғанын байқайды. Содан тез дәлізбен жүріп кеп палатаға кіреді. Сөйтсе баласы оянған екен. Тельма қуанып бетінен сүйіп жатқанда баласы «Сіз кімсіз?» деп оны таң қалдырады. Дәрігерден сұраса, ең бастысы ол тірі дейді. Сөйтіп оған суреттерін көрсетіп, ештеңе етпейді, жаңа естеліктерді құрастырамыз деп қолдау көрсетеді. Уақыт өте оның иесі оралып, ер жетіп, дәрігер болғанын, Амараға үйленгенін, Мэтьюмен таныстырғанын көреміз. Осылай Тельма баласының арманын орындау арқылы өз ғұмырын түбегейлі өзгертіп, қиыншылықтарды жеңіп, жарқын өмір сүрудің көрінісі мен ананың балаға деген махаббатын тамашаладық. Егер кино ұнаған болса, лайк басып арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.